Қазақстанда азық-түлік бағасының күннен күнге шарықтауы тұрғындардың артық салмақ жинауына әкеп жатыр. Өйткені пайдалы тағамдарды қалтасы көтере бермейтін жұрт арзан әрі зиянды өнімдерді көптеп пайдалануға көшкен. Денсаулық қауымдастығы жүргізген зерттеу нәтижесінде елдегі 18 пен 25 жас аралығындағы азаматтардың 22%-ында, ал 50 жастан асқан адамдардың 62-64%-ында артық салмақ бар екені анықталған. Ауру астан дегендей, қазір айлығы шайлығынан артылмайтын көпшілік құнары бар тамақ жеуден қалдық дейді. Соңғы кезде азық-түлік бағасының аспандап бара жатқаны халықтың табысына ғана емес, денсаулығына да кері әсерін тигізіп жатқандығын мамандар растайды. Зерттеу кезінде бізде әсіресе жастардың тамақтану мәселесі алаңдатты. Олар қазір денсаулықтарын күтіп жүрген жоқ. Не болса, соны ішіп жейді. Ондайлар болашақта жасына жетпей ауру табатындары анық қой, деді денсаулық қауымдастығының басшысы Бақыт Түменова. Зерттеу нәтижесінде еліміздегі 50-ден асқан азаматтардың көбінде жүрек, қатерлі ісік, диабет, созылмалы аурулары бар екені белгілі болған. Мамандар мұндай кеселдер негізінен дұрыс тамақтанбаудың кесірінен болатынын айтады. Сондықтан халықтың денсаулығын жақсарту үшін пайдалы азық-түліктің сапасын арттырып, бағасын қолжетімді етуге көңіл бөлуіміз керек, дейді қауымдастық өкілдері.